Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін дәрумендерге бай, өте пайдалы салат винегрет дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептімен дайындап көріңіздер. Оңай әрі дәмді дайындалады. Барлық көкөністерді қайнап тұрған суға салып, қайнатып, пісіріп алатын боламыз. Көкөністердің қабығын алмаймыз. Қабығын жуып, солай қайнатамыз. Қайнағаннан кейін піседі. Піскеннен кейін көкөністердің қабығынан тазалап, кубиктер болдырып тураймыз. Кубиктердің үлкендігі қатты үлкен емес, қатты ұсақ емес, орташа болдырып турасаңыздар болады. Барлық көкөніс міндетті түрде жұмсақ болып пісуі керек. Қызылшаны да кубиктеп турап аламыз. Терең бір ыдысымыздың ішіне сәбіз, картошка, қызанақ және де аз ғана капуста қолданамыз. Капуста қолдану міндетті емес, бірақ капуста винегрет салатына күшті дәм беретін болады. Міндетті түрде аз да болсын қосып көріңіздер. Капустаны жұқа етіп тураймыз. Кейіннен алақанымызға салып қатты басып, мыжып, жаңағы көкөністерге қосамыз. Және де тұздалған қияр саламыз. Тұздалған қиярды міндетті түрде салыңыздар. Біздің салатымызға күшті дәм беретін болады. Пияз, егер пиязды ұнатпайтын болсаңыздар, пияз қоспай қойсаңыздар болады, бірақ пияз өте жақсы дәм береді біздің салатымызға. Пиязды мүмкіндігінше жұқа, ұсақ етіп тураймыз, және де бұршақты қолданатын боламыз. Үрме бұршақ. Дәміне қарай тұз және де сұйық май қолданамыз. Мен мына жерде зәйтүн майын қолдандым. Зәйтүн майы болу маңызды емес. Тек қана сұйық май қолдана берсеңіздер болады. Өзіңізге ұнайтын бұрыштарды қолдансаңыздар болады. Мен қара бұрыш қолдандым, ұнтақталған. Және де барлық көкөністерімізді араластырамыз. Қатты басып алмадан жеңіл әрекетпен араластырып шығатын боламыз. Және де осылай араластырғаннан кейін ыдысымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа бір 30 минутқа қойып қойсаңыздар, біздің салатымыздың дәмі шығып, ерекше дәмді болады. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.